Міне қараңыздар, қандай әдемі. Тіпті мына күрішті санауға болады. Бір-біріне жабыспайды, дана-дана болып шығады. Қайырлы күн, достар. Бүгін осындай күріш дайындаймыз. Егер сіздерге қызық болса, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен күрішімізді жуып тазалап дайындап қоямыз. Және де қазанға май құйып қыздырамыз. Майымыз қызған кезде күрішімізді салып қуырамыз. Күрішті қызартып қуырмаймыз. Жиі-жиі араластырып тұру қажет. Асын 3-4 минут қуырсаңыздар жеткілікті. Міне қуырып алдық, енді су құямыз. Суды көп құймаймыз. Күріштің үстінен 1 сантиметр жоғары көтеріліп тұрса жеткілікті. Су құйып болған соң дәміне қарай тұзымызды салып, бір араластырып аламыз да, сосын қақпағын жауып тыңдап қоямыз. Күрішімізді жай отта пісіреміз. Астын ең төменгі отқа түсіріп қойыңыздар. Менде ең жоғарғысы 9 болса, мен 3-ке қойып қойдым. Сонымен 20 минут пісіреміз. 20 минутта пісіп қалады. Күрішті піскенше қақпағын ашпаймыз, араластырмаймыз. Тор солай піскенше қақпағы жабылып тұру керек. Міне 20 минутымыз өтті. Күрішіміз пісті. Міне қараңыздар, сіздерге көрсетейін. Күрішіміз бір-біріне жабыспайды. Дана-дана әдемі болып шығады. Тіпті мына күрішті санауға болады. Міне қараңыздар, әдемі. Дәмі де, тұзы да барлық өзіне сай. Мен бұл әдіспен 1 жылдан бері осы әдісті қолданып келемін. Өзіме қатты ұнайды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздерге де қатты ұнап қалады деген ойдамын. Достар, видео ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.